Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгінгі видео сіздер өздеріңіз көптен күткен, комментарийлерде көптеп сұрап жатыр. Астық түсірген видеоларда бидайлар не болды, өсті ме, қандай нәтижеге жеттіңдер деп, соны сіздерге көрсетейін деп отырмын. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Сіздермен Агро каналы қазақтың каналдарының дамуын бірге атсалысайық. Ал біз видеомызды бастаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, полямызда жасыл болып тұрған жоңышқа шөбі. Келесі жылға бидай екпейміз, бұл жерге жоңышқа өсетін болады. Сол себепті жоңышқаны араластырып ектік. Алдыңғы видеоларда көрмесеңіздер, көруге кеңес беремін. Ол жерде біз жыртқанымыз, сепкеніміз, тырмалап, малалап, тегістеген барлығы видеода болады. Оны алдымен көрсеңіздер, барлығын түсінесіздер. Бізде мына жерде екі тұқым, біреуі осындай ярывый бидай, бұл бізде мұртсыз бидай. Бұның өнімділігі кішкене жоғары болады. Ал мына мұртты бидай. Мұртты деген себебі мына бастарында осындай мұртшалар болады. Бұның өнімділігі кішкене төмендеу болады, бірақ ерте пісетін болады. Көбінесе күздікке осы мұртты бидай егіп жатады, тез пісу үшін. Тағы да айта кететін болсақ, ең алдымен біз бұл суғармасына кезетін болсам, бұл бидайды бір рет суғардық. Осындай кішкентай жерден осындай көлемде өскеннен кейін 20-25 сантиметрге биіктегеннен кейін тұншық қалмайтындай қылып суғарып шықтық. Содан кейін өзі жаңбыр суымен суғарылды. Қазір бірақ влагы төмен болып тұр. Күнде жаңбыр жауады, бірақ сонда да жаңбырдың суын өздерің білесіздер, аса әсер етпейді. Ал мына бидайдың бойына келетін болсақ, бидайдың бойы менің бойымның белімнен сәл-пәл жоғары, кімдік өлшемімен бірдей келіп тұр. Менің бойым шамамен 1,85 болса, бидайдың ұзындығы 1,20, 1,10 болады. 1 метрден асады ұзындығы. Бір сөзбен айтқанда. Бізде бидай осылайын өсіп тұр. Бидайдың ортасында осындай житняк жоңышқа егілген. Экспарсет. Экспарсет егу себебіміз, біріншіден экспарсет шөбі бізде арзан. Екіншіден қолжетімді, үшіншіден суық климатқа төзе береді. Сол себепті осыны экспарсет шөбін ектік. Көптеген кісілер сұрап жатады, тағы да комментарийде байқасаңыздар, бидайды арнайы бір дәрілермен дәрілейсің бе деп, қарақоңызға, құрттарға, көбінесе жеп қоятын осы бидайдың дәнін жейтін, тамырын жейтін. Көп бидай екпегендіктен көп көлемде негізінен дәрілемейміз. Былайынан көп мөлшерде ексек дәрілеуге тура келеді, себебі ол бір жағынан өнімділікті арттырады, екінші жағынан бидайыңыз 100% өнімді болып шығады. Сол себепті неғұрлым дәрілеген дұрыс. Өйткені жердің астында жатқанда қарақұрт секілді қоңыздар, әртүрлі тарақандар барлығы осы бидайдың дәнін жеуге тырысады. Сол себепті дәрілеп сепсеңіздер пайдалы болады, бірақ ол артық шығын. Сол себепті біз қазіргі таңда дәрілемей қанша өнім шықты солайынан себіп жатырмыз. Бұл бидай бізде бір-ақ рет суғарылды. Ол шамамен 25 сантиметр кезінде суды тұншық қалмайтындай өскен кезде көлеңке алғанда бір суғарасыздар. Одан кейін тағы да бір суғарсаңыздар болады, бірақ біз үлгермедік екі суғаруға. Сол себепті бір-ақ рет қана осылай суғарып қойдық бидайды. Бидайдың сыртына келетін болсақ, осындай 6 қатар колючиймен қоршалған. Бізде астына 3 қатар 25 сантиметрден жібергенбіз, қой кірмес үшін. Одан кейін ары қарай 35 сантиметрден жібердік, жылқы, сиыр малына, ірі қараға. Осылайынан қоршалған. Бидайдың ортасында жасыл болып жоңышқа өскен, онымен қоса арам шөп, барлығы араласып кеткен. Орта жақтарына тіпті қамыс өсіп кеткен. Бірақ бұл қатты әсер етпейді. Ең бастысы бота табан секілді тікен шөптер өспесе болды, себебі комбайнмен шапқан кезде сондай тікен шөптердің тұқымдары көбінесе бидайдың ортасында қаптап жүреді. Ол бидай тартқан кезде бір жағынан бидайды аштағып жібереді. Сол себепті неғұрлым тікен шөп өспеген жақсы болады.
Бұндай қамыс секілді шөптер, олар комбайннан, дробилкадан өткен кезде сабанмен бірге түсіп қалады. Одан сіздер ешқандай ұтылмайсыздар. Басынан бастап айтып берейін кеткен расходтың барлығын. Бұл поляны егуге бізге ең алдымен 35 сантиметр глубокий қылып жырттық, терең қылып. Трактор өзімізден болды, тек қана солярка кетті. Одан келесі бізде 1 гектарға шамамен 20-25 литр соляркадан кетті. Себебі терең жыртқандықтан солярканы көп жет, үлкен трактор болғандықтан, МТЗ болғандықтан. Одан кейін бізде келесі екінші тырма жүргіздік. Жыртқан жерді тегістеу үшін жұмсартып. Одан кейін мала жүргіздік. Маладан кейін қайта тырмаладық. Қайта тырмалағаннан кейін селкі жібердік. Селкіден кейін тағы бір тырмаладық. Сонда жеріміз осындай тегіс болды. Басында сай-сала даже игеруге келмейтін жерге болған. Осылайынан дүзеп бір қалыпқа келтірдік. Шама келгенше мына жақтарын сізге көрсете кетейін. Мына жақта бізде шөп шауып жатыр. Жаз уақыты өздеріңіз білесіңдер, шөптің науқаны бидай да пісіп келе жатыр ақырындап. Бірақ ауылда комбайн мәселесі болғандықтан осылайынан тосуға мәжбүрміз. Комбайн келе ме, келмей ме, оны бір Құдай біледі. Осылайынан бидайдың бойы шамамен 1 метрден орташа есеппен биік жерлері 1,65-1,70-ге дейін барады екен. Ең максималды биіктігі, ал орташа биіктігі 1 метр. Достар, осындай бидай. Поля кішкентай болғандықтан ортасынан бір ағары жүргізгенбіз. Ана төбеден су келеді. Су келгеннен кейін екі жағынан суғарамыз, екі жағына құлақтар байлап істейміз, ең алдымен барлық жерге. Ана құлақтан ана құлаққа өтіп, ана құлақтан ана құлаққа бір-бірінен шебереді. Солайынан суғарылады. Ал ортаны суғарғанда ортаңғы құлақты екіге айырып саламыз. Сонда өз мына жақтан поля биіктеп, былай төмендегеннен кейін өз біргелік шебереді. Осындай бидай өсіп жатыр, достар. Ар жақта екінші поляда да бидай бар. Оны да бір сол жаққа барғанда түсіріп өтетін боламын. Сол себепті достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса комментарийде қойып отырыңыздар. Міндетті түрде барлық сұраққа жауап беремін. Сіздермен болған Агро каналы. Келесі видеода кездескенше.